Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қазір анау менің бауырларым үйленбей бойдақ жүр. Сұрасаң, қыздар машинаң бар ма, көлігің бар ма, жаңағындай үйің бар ма деген сұрақтарды қояды екен. Қалада үйің болу керек, машинаң болу керек, сол кезде сізге тұрмысқа шығамын дегендей талаптар болады екен да. Ал егерде ондай жоқ болатын болса, қыздар табан жалтыратады екен. Айналайын қыздар, ойланыңыздар. Мысалға, мен үйленген кезде менде ештеңе болған жоқ. 100 мыңдай зарплатам болды, айлығым, басқа ештеңе болған жоқ. Үйіміз болды енді. Ауылды жерде. Одан басқа ештеңе болған жоқ. Үйімізде газ кірмеген, ыстық суымыздай су жоқ. Қора қопсым да істелмеген тұғын, қора қопсық та жоқ тұғын үйде. Ауыл жерде мал ұстайсың, ол да жоқ болатын. Көлік деген мүлде жоқ болатын. Екі аяқтың сорымыз. Сөйтіп жүріп үйлендім. Үйленгеннен кейін осының бәрі жасалды. 6 жыл болды. Бір емес 3 көлік ауыстырдым. Үшіншісін салоннан кредитке алған жоқпын. Ойлаңыз, Алла Тағала берекет беріп қойды. Бұның арасында біздің жаңағындай шетелге қыдырған кездеріміз де болды, Меккеге барып келген кезіміз болды отбасымызбен. Мінекей, осының бәрі Алланың берекеті. Тымсыз 100 мың айлыққа жұмыс істеп жүрген баланың жеткен жетістігі. Жетістік демей ақ қойған, Алла нәсіп қылған нәрселер да міне. Ойлаңыз. Маған осындай дымсыз кезімде сеніп келген келіншегім міне қазір осындай нәрселерге қол жеткіздік. Сол үшін олар қазір дымсыз жігітке тұрмысқа шықсаңыз, сізде осындай нәрсеге нәсіп қылуы мүмкін Алла Тағала. Жаңағындай бір дүниеге қозы келсе, бір жусан артық шығады деген. Сіздер үйлендіңіздер ма? Сіздердің үйленгендеріңіз үшін Алла Тағала несібе береке беріп қоюы мүмкін. Балалы болдыңыздар ма? Сіздің балаңыздың ырзық несібесі өте күшті болуы мүмкін. Дүние өз жан-жақтан құрала береді. Сол үшін дүниеге байланып тұрмысқа шықпай қалмаңыздар. Сізге айтайын, болды біз бір астында джибі бар, коттедж үйі бар, бір кісіден бір жер алып, 1-2 күн жүріп жердің документтерін турлаймыз деп. Сол жігітпенен жақсы таныс болып қалдық енді. Сөйтіп, сол жігіттен жер алдық, кейін арада 1,5 жыл өтті. Джиппен жүрген жағдайы фарш, бірнеше жерде тушкысы бар, алтынмен айналысатын жігіт 1,5 жылдан кейін, арада өткеннен кейін охранник болып жүр базарда. Сұрастырып келсе, сазып отырған ғой, бизнесі бірдеңесі болмай қарызға кіріп кетіп, үйін сатқан, машина кеткен, бәрі кеткен ғой. Учаскесін алып қойған, жаңағы бір времянкісіменен бір учаскесі болған екен, Шұбарсудың бір шетінде. Сол времянкасы қалып дейді. Соны сол жерде тұрып жатырмыз деп ойлаңыз. Міне, түрлі тағдырлар бар. Сол үшін адам жақсылыққа тәуекел етіп, жақсылыққа ниет етіп, алдыңызға жігіт келіп тұрма, оның жағдайына қарамай-ақ тұрмыс құруды ойлаңыздар. Шын. Оның жағдайына қарамай-ақ қойыңыз. Ертең күшті болып кетуі мүмкін, жағдай жігітке тисеңіз нашар болып кетуі мүмкін. Ол бір Аллаға мәлім нәрсе. Сіз жақсы ниетпен, жақсы тәуекел етіңіз. Алдыңызға келіп жатқан жігітті өзінен өзі келе салған жоқ сіздің алдыңызға. Ол Алла Тағала жіберіп отырған сізге. Шын. Себебі Алланың қалауынсыз жапырақтай жерге түспейді деген. Талдың жапырағы. Бір жапырақ барлығы бір күнде сыпырылып түсіп қоймайды ғой. Бір жапырақ бір күнде бірінші түседі. Не керек? Ең соңынан түсетін жапырақтар да бар. Кейбір жапырақты біз көктей жұлып түсіріп тастаймыз. Себебі ол Алланың қалауы. Алла қаламаса ештеңе болмайды. Сол үшін айналайын қарагөз қарындастар, қыздар, жақсылап тыңдаңыздар. Алдарыңызға келіп жатқан жігіт бекер емес. Алла жіберіп отыр, сол үшін ойланыңыздар. Берекет Алладан, тұрмыс құруды ойлаңыздар. Қазіргі таңда үйленбей жүрген бойдақ жігіттер өте көп болса, қыздар да солай көп. Сіздерге де ол жақсы емес, олай жүре беру деген сөз. Мен сөзіме құлақ асарсыздар, аспассыздар, өздеріңіз білесіздер енді. Мүмкін біреуге сабақ болар, мүмкін біреуге осы нәрсе көңіліне қонымды болып қалар, отбасы болып кетер. Ал солай болып жатса нұр үстіне нұр. Аман болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.